Мен сіздерге бір керемет дұға айтайын ба? Бүкіл проблемаларыңыз шешіліп кетеді, сол дұғаны айтсаңыздар. Қарыз қиындықта жүрсіз ба, шығып кетесіз. Жұмысыңыз жүрмей, табысыңыз болмай жатса, сол дұғаны айтсаңыз шешіледі. Немесе бала сүйе алмай жүрсеңіз, бала да сүйесіз. Арман мақсатыңызға жете алмай жатсаңыз, жетесіз. Немесе бір мықты техника бар. Мен өзім өмірімде талай қолданып, сонда қиындықтарымды жеңілдеттім. Өмірімді өзгерттім. Сондай байлыққа, жетістікке жеттім деп айтатындар көбейіп кетті қазір. Ондай нәрсеге сенбеңіздер. Көптеген адамдар қазір қиындықта жүр. Сол нәрсені пайдаланып, солай ақша істеп жатқандар көп. Нұрлан имам да айтады ғой, мен ақша шақыратын дұға болса ешкімге айтпайтын ем деп. Өзі қанша уақыт үйсіз жүрсе де, қиындықта жүрсе де, сол дұға айтып шешіп алмай ма, бүкіл дінді біледі ғой. Сол үшін ондай нәрселерге сенбеңіздер, алданбаңыздар. Әрекетке берекет дейді. Әрекет етпей қанша дұға тілесең де, қанша психологияны жаттап алсаң да, одан ешқандай нәтиже жоқ. Құдай сендердің амалдарыңа қараймын деген, жүректеріңе қараймын деген. Қанша әрекет етсек те, бірақ жүрегімізді дұрыстамай, ниетімізді, қателіктерімізді дұрыстамай, әрекет еткенімізден де пайда болмайды. Сол үшін жүрегімізді, ниетімізді дұрыстап, жақсы амал жасасақ, еңбек етіп, әрекет етіп, тоқтамасақ, Аллах тағала береді. Ешкімнің ақысын, ешкімнің еңбегін жемейді Алла. Сол үшін ондай тез шешіліп кететін, тез проблемадан, қиындықтан шығып кететін, сондай нәрсені іздеп өздеріңізді босқа шаршатпаңыздар. Лайк басып бөлісіп кетіңіздер. Сондай қиналып, әр нәрсеге сандалып, шаршап, жүрегінің тыныштығын таппай жүрген. Қалай жүректі, ниетті дұрыстаймыз? Қалай дұрыс амал әрекеттер жасаймыз? Менде болмай жатыр. Қиындықтың үстінен қиындық деп жатқандар болса, жеке консультация алсаңыздар болады.